Бүгін 27 желтоқсан. Мынау ауыл сыртынан қазған канал бар ғой. Соның бір жағы кеп газдың трубасына тіреліп қалған. Соны шешіп береміз деп бастықтар уәде беріп еді. Енді мінекей 2-3 күн болды жұмыстар жүріп жатыр. Соны келіп бір бақылап, көріп, не болып жатыр, не қойып жатыр, сол үшін келіп жатыр. Бүгін 27 дедім ғой, яғни бүгін жұма күні екен. Жұма күні оқыған дұға тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын, құрметті ауылдастар. Биыл енді бұйырса көреміз бұл каналдар қалай жұмыс істейтін. Енді ауылдастар, бұл жерде мынандай бір жағдай бар да, бір жерлерде мысалы су кетпей қалу мүмкін, тағы да басқа бірдеңелері енді болуы мүмкін. Оның барлығын сол енді алдағы уақытта тәжірибемен зерттейміз. Негізінде бірақ логикаға, ақылға салсақ, жалпы мына қазылған арық бұл өте жақсы, тиімді, өз рөлін атқарады деп былай болжап отырмыз. Қар ұстап отыр екен, қар. Көрдіңіздер ма? Негізі бұрын совхоздарда, жаңағыдай ауылдарда қар тоқтату жұмыстарын жүргізетін. Мен осы әкімшілікке былтырларда осы мәселе туралы айттым. Қар тоқтату жұмыстарын істеу керек. Сол кезде өздеріне де жақсы, ақшаны тиімді, мысалы өздеріне де пайда көп қалады. Және халықта қиналмайды, мысалға. Сондай кейбір дүниелерді бұрынғы ескі, мысалға ауыл шаруашылығында қолданған совет үкіметінің нелерін мысалы пайдаланса болады, оны тұрған ештеңе жоқ. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай жұмыс қарқынды жүріп жатыр екен. Қазір бар, жанына бар, жақыннан сөйлесейік. Аха. Мынау қоқыстарын жинап алу керек. Мінекей мынау бірдеңе клейлейтін бірдеңелер ғой. Труба салынады. Мінекей ауылдастар, мына көрдіңіздер ма? Шұңқыр болып бұл асты қазылады да, мінекей астарында трубалары орнатады да. Енді біздің мына каналымыз бар ғой. Мінекей мынау канал. Осы жердің барлығынан, осы жердің газдың трубасы өтеді ғой, алдымызда газдың трубасы. Сол газдың трубасының астынан өтіп кетеді бұлар. Мына жерді қазып. Яғни біздің мына жақ беттен, подстанция жақтан келген судың барлығы осылай мінекей жердің астынан өтіп, шығып ары қарай жайылып кетеді. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, іске сәт жігіттер. Іске сәт. Берекесін берсін. Іске сәт. Неше метр тоң бар екен мына жерде? Тоң қанша метр? Жартыған ба? Я, қатқан жері, мұзо. Онда көп емес, я, бір 50 сантиметр ғана ма сонда ғана отыр. 50 сантиметр, я. Сонда мынанда неше тесік істейсіңдер? Неше рет тесіледі мұны? Былай. 4 тесік болады, я, 4 мынандай. Оңғыма болады, я, оңғыма. Мінекей ауылдастар, өздеріңіз көріп тұрғанда түгел құрал жабдықтарымен қарқынды жұмыс жасалып жатыр, істелініп жатыр. 4 оңғыма болады екен. Ол 4 оңғыманың астарының барлығы труба. Жаңа қайталап айтып өте салайын, мына жақтан келген сулардың барлығы сол жаңа трубамен, диаметрлары үлкен, сонымен өтіп былай қарай жайылып кетеді. Мына жағымыз біздің сай. Ал жақсы, бұл кісілердің барлығына істеріне сәттілік, береке тілейік. Жақсы, рахмет.